Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда түріктердің ең дәмді тәтті пахлавасын әзірлейміз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен пахлаваның қамырын илеп аламыз. 2 жұмыртқа керек болады. Және 30 мл зәйтүн майын қосамыз. 125 мл салқын су, 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, он електен қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырды илеп алдық, осындай жұмсақ қамыр болу керек. Енді біз 5 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды 10 минут демалтамыз. Қамырымызды 10 минут демалтып алдық. Енді өте жұқа қылып жайып шығамыз. Біз қамырды жайған кезде бізге картоп крахмалы қажет болады. Яғни крахмал қосып жаямыз, ұн қоспаймыз. Қамырды жұқа етіп жайып алдық. Бізге противень керек болады. Противенімізді жұмсақ сары маймен майлап алдық. Енді қамырды саламыз. Қамырды противеньға салып қойдық. Және бізге ұнтақталған грек жаңғағы керек болады. Оған 2 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырып, қамырға сеуіп шығамыз. Осылайша қалған қамырдың 3 бөлігін жайып, арасына жаңғағымызды себе отырып, орналастырамыз. Барлығын орналастырып болды. Енді ұсақ кішкентай төртбұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Бетіне 300 грамм ерітілген сары майымызды құйып шығамыз. Алдын ала қызған 180 градуста пешімізге 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Пахлава пісуге 10 минут қалғанда 200 грамм су аламыз. Және суымызға 5 ас қасық қант қосып, қайнатып тәтті сироп әзірлейміз. Тәтті сиропымыз қайнап жатыр. Кішкене лимон кесіндісін алып, суын кішкене тамызамыз. Және өзінде салып жібереміз. Тағы 1-2 минут қайнаған соң оттан аламыз.
Пахлавамыз дайын болды. Сиропымызды ыстықтай құйып шығамыз үстіне. Сиропымызды құйып қойдық. Енді 1-2 сағат жақсылап суытамыз.